Сізді кеше Нұрзат айтты, қатысушылар Бекзатты сыйламайды деп. Сол қаншалықты рас? 100%. Неге сізді сыйламайды? Көрдіңіз ба, Бекзат чөтіп отыр олар. Неге сізді сыйламайды? Просто андай ғой, көре алмайды. Көре алмайды. Ай, келсе көретін жерде жоқ, құтыласке. Көре алмайды просто. Жоқ. Мына жерімде емес, мына жерімде көре алмайды да мен. Жансая, сіз қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Тамашада. Мен сізге сұрақты қоймас бұрын жауабын біліп тұрған сияқтымын. Сізге ұмыту қиын, иә? Әлі сүю де қиын ба? Қалай ойлайсыз? Мен өмірімде осы жасқа дейін бір-ақ рет ғашық болдым, бірақ если честно, ол жігіттен кейін менде жүрген жоқпын, жігіт болып, бірақ Мына жерім пустой болатын болса бар ғой, мен қаңызда екінші орын аламын ба мысалы? Қафат тума? Нарды бүйтіп сүріңізші, нарды бәрі көре алмайды ғой мені. Тек Нұрзат бауырым бана кішкене. Оны алып жүрсе бұл маған, бауыр ретінде. Бұл жақсы болады. Араласасыз. Қалғандарын. Екеуісі қалай ұқсайды? екеуі де жұмат бар. Жұмот қой деп қойды. Бүгін бақытты сияқтысыз. Бір жағыңызда Жасмин, бір жағыңызда Айсұлу. Құрметті көрермен, бүгінгі эфирді көру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер, бүгін өте қызықты эфир болады. Ғашық болдым. Жауапсыз махаббат. Жоқ, алдында айттыңыз, иә, жауапты болды, но бірақ болды, бірақ екеуміз бір қыз жігіт болып жүрген жоқпыз, бірақ ол андай үлкен қадамдар жасамақшы болды. Сол кезде ол да бір қызық шығып кетті да, сол үшін екіге кеттік. Енді асада қалды, иә. Біздің общий знакомыйларымыз бар. Маған кішкене қиындау. бірақ Бір прикол жетпейді маған қаншама сөз айтты. Нұрланды қызғандырып жатырмыз. Өзі сұрап жатыр, иығыма істеп берші. Иә. Тілек сұраса да істеп бересің ба сонда? Жоқ, тек қана маған істеп береді. Құрсын, роднойым ғой, мен арқада тұрған, мен бейдіп жатқан жоқпын ғой. Нұрланға істейді, одан кейін Нұрысқа істейді. Нұрланға да істемейді, маған ғана. Нұрлан. Саған осы уақытқа құралай массаж істеп берді ме? Бұйырса бүгін істейді. Сәлден кейін.